Жағымды жаңалық КТК-да жаңа бағдарлама. Қайшыкес көзқарас, түйткілді тіршілік, айшықты аптам. Астарын ақтарамыз. Жаңалықтар, астарлы ақиқат, бұқпасыз, боямасыз болмыз. Армысыздар, қалай? Өзгеріппін бе? Бұл астарлы ақиқаттың ең алғашқы әлқисасы болатын. Ол кезде бағдарлама аптасына бір рет шығушы еді. Керегеміз кеңейіп, кәдімгідей күрделі ток-шоуға айналамыз деп сол кезде ойламағанды едік. Санап қарасақ, астарлы ақиқатқа биыл тура 10 жыл толады екен. Аз уақыт емес. Әр кезеңнің өзіндік керемет, өзгешелігі болды әрине. Бірақ соның ішінде биылғы жылдың орны бөлек. Олай деуімізге не себеп? Осы телевизиялық маусымда соншалық біз не істеп бітіріппіз? Судың да сұрау бар демекші, қиын да қызық болған жұмыстың тарихын түгендейміз бүгін. Астарлы ақиқаттың осы маусымында 115 бағдарлама жасалды. Оған 650 сарапшы қатысты. 345 кейіпкер көмек сұрап келді. Эфирден кейін олардың өмірі өзгерді ме? Біз армандадық қой осылай бәріміз бір баспанада болуынан. Бір ай болды көшкенімізге, өткен айдың жұмасында көшкеніміз. Қазір қуаныштымын, Аллаға шүкір, барлығы жақсы. Апасы күнде хабарласып тұрады. Қызым қалай, қызым өсіп жатыр ма деп. Жыл бойы жасаған жұмыстың жемісі, көрерменнің ілтипаты. Астарлы ақиқатқа Америка елінен сәлем. Қырғызстандан сіздерге ысық салам айтып, мен Нұрмат Сабиров. Корей елінен жалынды сәлем. Астарлы айтар ақиқаттарымыз көп болсын. Уақыт сынаптай сырғып барады. Астарлы ақиқатқа 10 жыл. Мен үшін бәрі кеше ғана басталғандай. Астарлы ақиқаттың жаңа маусымы адам айтса нанғысыз тақырыппен басталған еді. Әкемнен аулақ деп атауға мәжбүр болдық. Аналарынан ерте айырылып, әкесі тірі жетім етіп, тастап кеткен 6 баланың тағдырын көргенде, көрерменнің көмейіне ыстық жастың тығылғаны рас. Әркімнің қас қабағын бағып, көрінгеннің табалдырығында түнеп жүргенін естігенде, көкейде сан сұрақ туды. Расында туған әке осындай қатыгез болуы мүмкін бе? Қаршадай қыздарды қаңғыртып қойған оның жүрегінде иманы жоқ па? Құзырлы орындар құрығына түсіре алмаған жауапсыз әкені біз іздеп таптық. Оның берген жауабын естігенде жағамызды ұстадық. Содан соң полицияға апарып тапсырудан басқа амалымыз қалмады. Өткен жылдың қыркүйек айында басталған бұл отбасының өмірін біз жыл бойы өз бақылауымызда ұстадық. Сәлеметсіздер ме? Мен Болатхан Шолпан. Астарлы ақиқаттан көмек сұрайық деп едік. Көмек сұрайтын себебім осыдан 2 жыл бұрын шешеміз қайтыс болған. Сол кезден бастап әкеміз қараусыз кетті, бізге қарамай кетті өзімен өзі. Көмек сұрауым себебі бізде үйде жоқ, еш нәрсе қалмады, баратын жеріміз жоқ. Сол себепті сіздерден көмек сұраймыз. Әкемнен аулақ деп аталатын бағдарламаның түсірілуіне қаршадай қыздың қиылып сұраған осы бір өтініші себеп болған еді. Аналарынан айырылып, әкелері тастап кеткен балалар Астарлы ақиқаттың студиясында бастан кешкен оқиғалары мен қиындықтарын айтқанда, көзіне жас алмаған жан қалмады. Біз одан ақша сұрамадық, ақшасының да керек емес дедік. Жек қазымыздай болып, бір қорғаншы ретінде болса деп күттім, келмеді. Қыздары қиналғанда төбе көрсетпеген әке студияға бетін бүркемелеп шықты. Айтуынша, балаларының алақан жайғанын ар санапты. Ал тағылған айыпты теріске шығарып, қой аузынан шөп алмайтын момын күйге түсті. Бірақ телефон арқылы қыздармен қалай сөйлескенін естігенде, өтірігі әп-сәтте әшкере болды. Ұятсыз, қайыршы, сорлы. Намыстың жоқ, имансызсың сен. Өре қамайсың ба өйткенше? Балаларына өлім тілеп, қайыршыға теңеген әкенің қасынан тастамайтын жалғыз қызның бар екені анықталды. Бауырларын көргенде сағыныш пен өкініштен өксіп жылаған ол көрген қорлығын бұдан кейін жасыра алмады. Сені кей адамдар мешіттің жанында көріпті. Сен қайыр садақа сұрап жүр екенсің. Адамдар ақша бере ме өзі? Бере ме? Ол ақшаны папаң ала ма содан кейін?
Осы мәлімдемеден кейін сарапшылар оның есінің дұрыстығына күмән келтіре бастады. Істің ақ-қарасын айыру үшін полиция шақыруға тура келген еді. Қазір Астарлы Ақиқаттың қауіпсіздік қызметі сізді алып кетеді. Алдағы уақытта енді сіз полицияда өзіңіздің жауабыңызды беретін боласыз. Іс Насырға шапқанын түсінді ме, әлде полициядан қаймықты ма? Қайырымсыз әке балаларынан жалбарынып кешірім сұрады. Осы балаларымды жақсы көремін бәрі. Расулым, бір туым су ойыма. Қыздардың қиындыққа толы өмірі жалпақ жұртқа жария болғаннан кейін жанашыр жандар қолда барын аямады. Астарлы Ақиқат екінші бағдарламасын жасады. Осы кезде тура үнді киносындағы полицейлер секілді көз алдындағыны көрмеген жергілікті әкімдіктер жетімдерді жебей кетті. Білген жоқпыз да, егер біз бұны білгенімізде, қыздар мысалы бізге келгенде бұл қыздар да біледі, біз көмек көрсете алатын едік. Біз Астарлы Ақиқаттан осы мұнда ғана көрдік, көре салып біз енді шынымен де таңғалдық. Біздің ауданнан қалайша біз бұны білмедік, неге бізге тіркелмеді, неге бұндай нәрсені естімедік. Етсек біз өзімізде көмек береміз ғой. Кегеннен келген өкіл қыздарды да, әкелерін де танитындығын айтты. Бірақ жерлесінің жаға ұстатар қылығына таң қалғанын жасырмады. Мен де таң қалдым расымен де. Әкесі жуас адам. Қыздарды енді тепкілеп ұрып соғып атқан жоқ қой, өздеріңіз де көріп атсыздар. Ұрысқан ұрысында көрдіңіздер, мысалы еркек адам басқаша боқтайды ғой, мысалы айтқан кезде. Бағдарлама барысында балалардың ескі үйлерін тастап, жаңа пәтерге қоныс аударғаны белгілі болды. Баспананы әкімдікке қарасты қоғамдық қор уақытша алып беріпті. Қыздардың қазіргі қамқоршылары жуық арада өздеріне де үй алып береміз деп сендірді. Мен қол беремін. Міндетті түрде Алла қаласа осы қыздар үйлі болады. Мен айтып отырмын, соңғы тиынымыз қалғанша берсек те Астарлы Ақиқат сізге бар көмегін аямайды. Айтылған сөз атылған оқпен тең, бірақ көп шенеуніктің мына камера алдында аузын көпіртіп сөйлеп, уәдені үйіп төгіп, ертесіне түк болмағандай дым істемей отыратын әдеті бар. Бірақ бес саусақ бірде емес, бейкүнә балалардың аманатын арқалаған Еркебұлан Нұрбай ел алдында берген уәдесін орындады. Осыдан тура 9 ай бұрын көрінгенің босағасын панылаған қыздардың енді өз үйі бар. Қуанышты бөлсең көбейеді. Бізде жаңа қонысқа жақсы тілек тілеп барған едік. Керемет. Қашан кірдіңдер? Уже жақында 3 ай болады. Марттың басында көшкегенбіз. Содан бері осында орналасып, енді орналасып жатырық. Негізі көп заттар алғанбыз, олар әлі келмеді. Мынау кухня. Яхаси. Қандай әдемі. Өз кухняларым болған қалай екен, күшті ме? Иә, күшті. Бұл жақта қазір жантық ешінші істемейміз. Енді Алла қаласа мына жаққа коврик, диван сондай енді қойылады. Мына жақта мен сестренкалардың комнатасы. Үшеуі 3 қыз осында жатады. 3 сестренкам жататын төсектері, мынау сабақ оқитын орындары, мынау киім-кешектікі, кітап полка, мынау сондай ұсақ-түйек заттарымыз. Біз армандадық қой осылай бәріміз, біз бір баспанада болуынан, осылай тұруды армандаған едік. Аллаға шүкір сол арманға жеттік. Осы Астарлы Ақиқат ұжымына да бүкіл біз барша көмектескен Қазақстан халқына рахмет айтамыз үлкен. Бірінші Алла, екіншісі сіздердің қолдауларыңызбен осы күнге жеттік. Сол үлкен рахмет айтамыз кәй бауырларым бәрі мысалы қуанады. Квартирада тұрғанда бұрында уайымдайтынбыз ғой, ақшасын төлейтін болдық. Анау не былайынан жетпей қалады деп. Қазір бәрі жақсарып қалды жағдайымыз. Үйдің үлкендері жұмысқа орналасқанын айтады. Осылайша қиындықты қайсарлықпен өткеріп, тірінің тіршілігін жасауға талпынып жүр. Ал балаларынан өзін тартып алып, ренжіткен әкесінің әрекеті әділ болмаса да жауласпаймыз енді. Кісіні кешірдік дейді.
Біз енді ораза айы болғандықтан кешірім сұрадық, звондап қал жағдайын білдік. Сондеген кием сондайдан көмектесек дегенбіз ретчек қойып, сөйтіп едім өзі керек емес деді. Енді бізбен онда да бір жылулық жоқ, бұрынғыша сөйлеседі. Ызалық бар ма екен, соған мүмкін ашуланады жар шықты анау мынау депші, кішкене жек көрініш пайда болған сияқты одан ары. Қазір өзінің бөлек отбасы бар, сонымен бірге тұрады. Талай жыл тағдырдың тепкісін тартқан 6 бала ала болмай, төзім мен татулықты ту етудің арқасында өмірдің жаңа сатысына қадам басты. Дәл осы торттай олардың өмірі де балдай тәтті болсын деп тілейміз. Еміз деген егіздер естеріңізде болар. Балаларымды тартып алмақшы деп зар илеген Гүлмира Мұсаева астарлы ақиқатты ақырғы үміт санап келген еді. Дау дәрігерлердің тексерісінен кейін басталған болатын. Ақхалаттылардың анықтағаны сал ауруына шалдыққан Ерболат пен Нұрболат антисанитария жағдайында өмір сүріп жатыр. Тозығы жеткен жалдамалы пәтерді біз де көзімізбен көрдік. Аналары еш жерде жұмыс істемейді. Егіздерге мемлекеттен төленетін 177 мың теңгемен жан бағады. Гүлмира Мұсаева ақша үшін алысып жүрме? Әлде шынымен балаларын бергісі келмей ме? Деген сұрақ көкейді кернеді. Қорытқанда айтарымыз, анаға баладан артық ештеңе жоқ. Осыларсыз анау көз алдыма елеседі, сол кезде андай үйдің іші пустой болып қалған сияқты болады. Маған өзім көз алдыма елестетсем. Қалған 3 балам бар ғой, бірақ сонда да орындары енді бөлек қой болатын. Бұл Гүлмира Мұсаеваның астарлы ақиқатқа берген алғашқы сұхбаты. Жалдамалы пәтерді жағалаған көп балалы ана редакциямыздан қиылып көмек сұраған болатын. Айтуынша жергілікті билік егіздерге дұрыс күтім жасамадың деп, Ерболат пен Нұрболатты мемлекет қарауына өткізбек болған. Дәрігерлердің дабыл қағуына негіз бар. Сіз осы суреттерді бізге көрсеткен болатынсыз, сондықтан да қымбатты көрермендер, сіздерге де көрсетейік. Гүлмира, мұқият қарасаңыз. Бұл сіздердің түсірген суреттеріңіз ғой, Әйгерім? Аха. Гүлмира, бұл сіздің шаңырағыңыз ба? Сіздің балаларыңыз ба? Айтыңызшы бізге. Иә. Гүлмира Мұсаеваның егіздері тумасынан сал ауруына шалдыққан. Ауыр кесел кішкентайлардың дамуына тұсау салып тастағандай. Десе де 7 жыл бойы ұлдар дертімен күресіп келеді. Сөйлемесе де кішкентай жүрегімен бәрін сезет дейді анасы. Денесі таза. Менде постоянно салфетка сатып алатын қаражатым жоқ, сондықтан кейде осылай сулап сүртіп аламын, кейде бұтын жуып аламын. Гүлмираның күйеуін һәм балалардың әкесін біз Арыс қаласынан таптық. Бірақ ол сұхбат беруге келіспеді. Тек ажырасып кеткенін айтты. Енесінің де экс-келіні туралы пікірі келеңсіз. Айтуынша ауылда бітпеген үйі бар. Тал бар аяқта тұратын болса. Жері бар. Ол қатын өзі қашып кетіп отыр ғой, сол жеріне қарамай. Біз қысын баяғыда пісіріп кіргізіп қоятын еді. Гүлмира ауылға аттап баспайтынын студияда шегелеп айтты. Мұның себебін түсіндірмеді. Әмбеге аяны келіншек еш жерде жұмыс істемейді. Тек балаларына берілетін мемлекеттік жәрдемақыға күн көреді. Онысы 177 мың теңгені құрап отыр. Көптің көкейіне күдік ұялатқаны да дәл осы ақша жайы еді. Бұл кісіге керегі бала ма, ақша ма дейді. Жарайды, ақшаны алыңыздар, жоқ, іштеген алаяқ деп отырғанымыз жоқ. Сізге керісінше. Жанарын жасқа малып жеткізген жан айқайы жауаптылардың да жүрегін жібіткендей. Қаулы қашан күшіне енуі мүмкін? Бір ай уақыт берілді. Бір ай уақыт, бір айдан кейін егер жағдайы түзелмесе, сіздер балаларды
анасының рұқсатынсыз, еркінсіз алып кетуге құқыңыз бар ғой, арнаулы мекемеге? Жоқ, ол жерде салуға болмайды. Ондай сізді тартып алмайды ғой ешкім, келісімімен ғана өткізіледі ондай мекемеге. Астарлы ақиқаттан араша сұрап келген кейіпкеріміздің өмірін түбегейлі өзгертуге осы бір ай себеп болды. Бағдарламадан кейін сарапшылар қол жинап, көмек беруге кірісті. Олардың соңынан еріктілер ерегетті. Көрермендер де қарап қалмады. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Жақсылық ордасы ремонтты бастап кетті. Олжас мырза, Бағлан мырза, және де біздің қыздар. Көп балалы ананың жалдамалы пәтері аз уақытта адам танымастай өзгерді. Қайырымды көрерменнің көмегі мұнымен аяқталмады. Ежелден жомарттығымен танылған ұлтымыздың ұлы ұрпағы жетімсіреген, жүдеу күйге түскен ананы қорғап, қолдауын жалғастырды. Сөйтіп сүйінші хабар жетті редакциямызға. Гүлмира Мұсаева баспаналы болды. Гүлмираның қуанышында шек жоқ. Оның сұлу жүзі халқынан көрген жылулықты мейірлене төгіп тұрғандай. Бізді ізетпен қарсы алып, өміріндегі өзгерісті айтуға асықты. Бір ай болды көшкенімізге, өткен айдың жұма үшіне көшкеніміз. Жаңа жылды осы жерде қарсы алдық. Айдана ханым неде Астарлы ақиқатта қатысқан сол кісі алып берді. Енді осы ауылды таңдап өзі. Үйлі болу үш ұйықтасам түсіме кірмеген дейді Гүлмира. Тек бір жақсылықтың боларын іштей сезіпті. Жалпы білген жоқпын негізі. Бірақ шақырғаннан кейін бір андай қуанышты нәрсе болатын секілді болды да. Әлі сіз жай концертке барғаныңызда қуанып жүрдіңіз бе? Ол да бар. Концертке өмірімде бірінші рет барыптым ғой ол жерге. Ол да бар, байда бір нәрсе болатын сезім. Кейіпкеріміз қиын сәтте демеу болған барша жандарға алғысын айтады. Біз оның алдағы өмірі қуаныш пен шаттыққа толы болсын деп тілейміз. Араласып тұрасыздар ма әлде? Араласып тұрамыз, анау несін алиментін төлеп тұрамын. Велосипедте андай-мындайға керек дейді, оны енді есепсіз, оны сала беремін, оған қарамаймын да алимент несіне. Қалай көмектеспейді, менде бүкіл чектарын бәрі тұрған жоқ қой. Семіз сөйлеп, арық шықты ма? Торғайлық ақын талай хит әндердің авторы Саят Абеновтың осы бір жауабын алған соң біз ұзақ ойландық. Өйткені атақты адамның даңқын пайдаланып, ақша өндіріп жүрген алаяқтар қоғамда аз емес. Мұның сыртында суырып салмас ері жігіттің жазған әкеге арнауын оқып, бәріміздің ойға батқанымыз бар. Бірақ оның өлеңі мен өмірі ұштаспайды екен. Естеріңізде болса, Астарлы ақиқатқа бұрынғы әйелі Алтын Ашабаева келген еді. Күйеуінен көрген қорлығын айтқанда, төбемізден жай түскенде әсерде болдық. Ол тіпті 10 жастағы науқас ұлын бір көруге келмепті. Торғайлық ақын атымен танылған Саят Абеновтың 10 жыл жасырған құпиясы Астарлы ақиқатта ашылды. Ақынның ақылға қонымсыз әрекеттерін өзге емес, өзінің әйелі әшкерледі. Нақтырақ айтқанда бұрынғы әйелі. Алтын Ашабаеваның айтуынша, жұртқа жанашыр, мейірімді болып көрінетін Саят мырза отбасында қатал, әрі қатыгез. Далаға шықпа, телевизор көрме, мамамен сөйлеспе, анжаққа шықпа, ананы киме, автобуста отырғанда жерге қарап отыр, түрік сериалын қарама. Сонда әр мелочь қыз нететін. Үйлену тойдан кейін бәріміз суретке түскенбіз ба достарымен. Сол сен дейді, мен бір досыма былай әшейін қарадым дейді. Сол кезде әлі күні есімде. Бүйтіп жұдырығымен кеудеме тамағымнан бір ұрғанда біраз ауа жетпей қалып жерге құлаған ең қатты кез сол кезде есімде. Кейін уже ұрғанда мен өз-өзімді ұра бастадым дейінші. Кейін айтады, алтын мен сен 2 күн ұрмай қалдым деп. Сол күн әлі есімде. Мен сен 2 күн ұрмай қалдым деп. Мен айтам, ұрмай қойшы Саят.
Әйелі аяғына жығылып жалынса да, ақын аяушылықтан танытпаған. Ақыр соңы бас сауғалап қашыпты. Қолындағы бөпесі ол кезде 1 жасқа да толмаған еді. Қазір Тұрлыхан онда, әкесін теледидардан көріп ер жетіпті. Мен мамама не деп айтты дейін ба? Бүйтіп айтқан: "Ол әшейін бала, сен онымен сөйлеспе, оны қайтесің, сен оны өткізіп ұста, сиықпаймызға" деді. Қайрат Нұртас, Төреғали Төреәлі, Айқын Төлепберген сынды атақты әншілермен шығармашылық байланыс орнатқан ақын туған ұлымен тек телефон арқылы тілдеседі екен. Саят Әбенов сол дағдысынан айнымай, біздің де сауалдарымызға телефон арқылы жауап қатты. Хабарласып тұрамыз, анау несін, алиментін төлеп тұрамын. Велосипедте андай-мындайға керек дейді, оны енді есепсіз, оны сала беремін, оған қарамаймын да алименттің несіне. Қалай көмектеспейді, менде бүкіл чектердің бәрі тұрған жоқ қой. Есепсіз ақша сала беремін деп чектерін есептегенін түсіне алмадық. Ол ма? Алиментті төлей бастағанына 1 жылдың жүзі енді болыпты. Жәрдем деген аты болмаса, қарымы мықты ақының өз баласының күтіміне беретін жомарттығы 20 000 теңгеден аспай тұр. 2018 жылдан бастап 10 000 төлейтін болмаған. 10 000 мүгедек балаға. Ол уақытта мүлдем төлемейтін. Ол уақытта чек сұрадыңызшы, 2009-да Тұрлыханды мен босандым. 2010-да біз ажырастық, 2010-нан 2018-ге дейін. Сізде қандай чек бар деп сұрадыңызшы Саяттан? Жүрегіңнен бір орын бер деп жырлаған Саят Әбенов туған ұлы үшін жүрегі былай тұрсын, концертінен бір орын тауып бере алмапты. Кішкентай Тұрлыхан үшін ең ауыр болғаны осы. Телефонмен сөйлесті ол балам. "Папа, сіздің концертіңізге барсам бола ма?" деп. Сөйтсем, "Не қыласың, мені іздеп келме, мен ұяламын, сен келме" деп. Сол күні бала тағы талып қалды. 3 рет талды, соң больницаға қайтадан жатып, талып жатса да, әкемді бір көріп кетсем екен дейді байда. Жыламаңыз, өзіңізді қолға алыңыз. Мен түсінуім өте қиын. Кішкене әкеме өкпеледім. Звондағам. 11 ма? Мен оған 29 звондағам. Мен сағындым дегенде, неге соншама сағындым деді. Анау концерті болайын деп отыр ғой. Сонына барыншы дегенде, концерттің қызыға емес, сен бармақ қой деді. Сөйтіп мамама сөйлескенде, мамам айтты, бүйтіп айтыпты, мамама, онда не істе? Онда не істемей жатса, ол мені сағынып жатса, жылап жатса, ауырып жатса, өткізе сал деді. Талай хит әндердің сөзін жазып, тамаша өлеңмен бұқараны баураған торғайлық ақын студияға келіп өз шындығын айтуға уәде берген еді. Әлде болса келіп қалар деп күтіп жүрген біз. Сөйтсек, астарлы ақиқатта төбе көрсетуі тиіс Саятымыз өзінің Instagram парақшасында ағынан жарылыпты. Не жазғанын оқиын десек, парақшасы жабық тұр. Достығына қосылуға өтініш те жібердік, бірақ ол қабылдауға асықпайды. Есесіне Саят десе ішкен асын жерге қоятын жанкүйерлері шырпыр болып, ақынды ақылға шақырып әлек. Ой, мама, жанып кеткен қыздарды жоқтап ет, өзіңнің ұлың тірідей жанып жүр ғой. Бала аманат сәке. Өлең жазбай-ақ балаңа қара әкетай. Саят десе асымды жерге қойушы едім. Түкірдім Саятқа. Ужас! Мына ақын сымақтың тірлігін естіп жүрегім қатты ауырды. Қалай жер басып жүрсін, алтынды сонша қорлап, баланың әйелдің көз жасы жібермейді сені. Теперь, услышав твой голос, буду посылать тебя на... Әлеуметтік желідегі пікірлер толастар емес, тіпті танымал торғайлық ақынға ренішін өлеңмен жеткізгендер де бар. Саят Әбен берген ғой сыйыңды Алла, қаймақ боп кілкіп жүрсің күйің барда. Торықтырып тобықтай тұқымыңды, торғайлық-ау, тобықтай миың бар ма? Бұл өлеңім үлгі тұтар адамым Саят Әбенов ағамызға арналады. Ренжіппін сізге босқа аға көке, мен неге ренжу арттым босқа текке. Құдай сізге сабырлық бере көрсін, бәрібірде танымалсыз мынау елге. Өнеріңді ағатай мойындаймын, қадамыңа мен енді уайымдаймын. Әйеліңіз жала жауып тұрса егер, уақыт келер қатесі мойындайтын. Ал бірақта мынаны айтып өтем. Ұлыңызда өзіңнен аумайды екен, сіз сияқты өмірден өлең құрап, бір өзіңнің жолыңды қуса екен.
Кешір аға, эфирді мен көргенде, түсіп кеттім шынымен әбігерге. Оңбаған ғой, деп сізді жазғырып ем, тастап кетті баланы деген кезде. Қасықтап жиналған абыройдың шелектеп төгілуі деген осы болса керек. Бірақ қазақ халқы да, оның ұлын тәрбиелеп отырған ана жүрегі де кешірімді. Саят мұны білет деп сенеміз. Айтқандай-ақ, ақын баласын іздеп бармаса да, көмектесуді бастапты. Бағдарламадан кейін торғайлық ақын бұрынға елімен телефон арқылы тілдесіпті. Бірақ ұлының жағдайын сұрау үшін емес. Саят хабарласты, әрине хабарласып, бір жағынан ренішін білдірді, неге олай шығасың деп, енді ол да мені түсінетін шығар деп ойлаймын. Осы әңгімеден кейін ақын сері Саяттың саясатының бағыты баласына қарай бұрыла бастапты. Барын бермесе де, Тұрлыханды медициналық тексеруден өткізуге әкесі ат салысты дейді Алтын. Көмек көрсетті, мүлдем көмек көрсетпеді емес деп айта алмаймын. Көрсетті, шамасы жеткенше Тұрлыхан басын түсірдік, содан кейін больницаға бір рет жатқыздық. Видеомониторинг, КТ мозга деген көптеген диагностиканы өттік, осы Тараз қаласында. Енді онда шамасы жеткен болса деймін. Экс-күйеуінің шамасы жетпеген дүниені дүйім жұрт жинап беріпті. Осылайша кейіпкерлеріміз астарлы ақиқаттың алғашқы түсірілімі кезіндегі тозығы жеткен ескі үйден жағдайы жасалған жаңа пәтерге көшіпті. Біздің үйімізді ауыстырды, Аллаға шүкір. Осы үйде қазір пәтер жалдап тұрып жатырмыз. Кішкене ана үйге барады, бұл үйде жағдай жасалған. Кішкене ыстық су бар, Тұрлыханға жағдай жасалған үй. Соған да Аллаға шүкір, ризашылығым шексіз. Мен өзімді жалғыз емес екендігімді сезіндім. Сіздің сондай біздің жанашыр жандарымыз бар. Сіздерге көп рахмет. Әке мейірімін аңсап, Асқар тауын бір көруге зар болған Тұрлыханның үміті үзілмейді. Босағаны бағып, елеңдеумен жүр. Баласымен әлі кездеспеді, Тұрлыхан екеуі кездескен жоқ. Қашан кездесесіңдер дегенде өзім білем, өзі бір уақытысы келеді деп сөйтіп жауап айтты. Ана мен баланы алда тағы бір күрделі сынақ күтіп тұр. Карантиндік ахуал түзелген соң, Алтын Тұрлыханмен шекара асуды жоспарлап отыр. Шетелдік дәрігерлер баланың денін дұрыстау үшін үмітті уәделер беріпті. Тұңғышын осы сәтте Саят жалғыз қалдырмас деп сенгіміз ақ келеді. Қамқоршымнан құтқарыңыздар деп сыбырлап көмек сұраған осы қыздың үні әлі күнге дейін менің құлағымда. Бізге жолдаған видеосын қарап, құдды бір шытырманға толы кино көргенде әсерде боласың, бірақ бұл кино емес, өмір. Менің қаным ұстан, мен апым сөйлестермен не істеймін? Көмектесіңдерші, пожалуйста. Ана жерде қыз апам көріп қойып, мен маған ұрса, өлтірем деп айтты, жеме сөйлесетін болсын. Маған көмектесші, көмектесіңдерші, өтінемін, алып кетіңдерші, мен көзетім. Осы видео үндеуден кейін шұғыл іске кірістік, жан жақты зерттедік. Араша сұрап алысып жүрген ұстазы Толқын Шайбозова айтуынша қамқоршысы ұрып соғып күн көрсетпейді, тіпті ақыл есі дұрыс емес деп жындыханаға жауып тастамақ болыпты. Бірақ мұның барлығын асыраушысы Мираш Есімбекова жоққа шығарды. Бәрін баланың жасына байланысы болатын өтпелі кезеңге балады. Өз перзентімдей қарадым, жасаған жақсылығымның өтеуі осы ма деп күйінді ол да. Ал бізді Гүлсезімнің биологиялық анасы қайда деген сұрақ мазалады. Сөйтсек туған анасы тірі екен, 3 бірдей перзентін абысына аманаттапты. Өкінемін дейді. Қателігін қайта түзеу үшін сотқа жүгініпті. Қамқоршымнан құтқарыңыздар. Бұл астарлы ақиқаттан жалбарына көмек сұраған Гүлсезім Өмірзақтың өтініші еді. Естігенім балағат, жегенім таяқ деп шырылдаған жасөспірімге колледждегі ұстазы Араша түскен болады. Толқын Шайбозова шәкіртім шынын айтып тұр деген еді.
Осы мен үшінші рет, маған үшінші рет үйіме қашып келді. Сол кезде ғана мен шыдай алмай, уже суретке түсіріп, оны біздің тәрбие заучымыз бар, Әсет ағайымыз отыр, бәрі біледі. Сонда кім оны ұрып соғып жатыр? Жана асыраушысы дейді ғой, асыраушысының қызы деді. Оған туған қызымнан артық қарадым деді студияға шыққан Мираш Есімбекова. Оның сөзіне сенсек Гүлсезім көп өтірік айтады, үйінен жиі қашады. Март айынан бастап ол баламда осындай ауытқу, аяқ асты отырып, жаңағыдай қашу үйден. Ол қашқаны соншалық Шымкентке қашып кеткен ғой. Шымкентке қашуы тегін емес екен. Онда көмек сұрап хабарласқан қыздың биологиялық анасы тұратын болып шықты. Гүлназ Таспенованың сөзіне сенсек, оның күйеуі, яғни Гүлсезімнің әкесі ерте қайтыс болған. Жесір қалған әйелге көп замай әмеңгерлікпен марқұмның інісі үйленеді. Сол кезде келін сәбиін туысына беріп жіберіпті. Осы кісінің, осы күйеуімнің туысқандары көндірді. Сен балаларың кішкентай, аяққа тұрғызып береді, туысқанбыз бөтен емес, осы кісіге бер. Сен өзің оқымағансың, қыздарың оқысын деді. Осылайша Гүлназдың бір емес 3 баласын да абысына асырайды. Гүлсезім, 6 класста маған 6 жыл оқымаған бала басы былай бит, үсті кір. Школға кіре алмай алып келген мен оны ол қызды. Біріншіден, 12 жылы ол баланы, әкеш пакетті. Айта беріңіз, сіздің сіңліңіз шығара берсін. Ол баланы, міне, мынандай киіммен шешесін өзі маған әкеп тастаған. Міне, мынандай киіммен мені қолма. Мені мына Дарханның киімі. Биологический экспертиза жасасаңыздар да болады. Студияға Гүлсезім Өмірзақтың өзі шыққанда сарапшылардың көкейіндегі бір қатар сауалдардың жауабы табылғандай болды. Гүлсезім, көріледі. Талай қиындықты басымнан өткердім деп шырылдаған кейіпкеріміз қамқоршысының қасында қалудан үзілді кесілді бас тартқан еді. Сызбаңыздаршы балалардың көзінше. Мені ұрып соғады, біздің позорымыз шашты деп айтады ғой. Апай, қалай түсіміз? Анасын студияда көріп тұрғанымен Гүлсезім Шымкентке кете алмады. Өйткені сот Гүлназды аналық құқықтан әлдеқашан айырып тастаған екен. Сондықтан түсірілім біткен соң қорғаншылық және қамқоршылық мамандары Гүлсезімге Толқын апайының үйінде тұруға рұқсат берді. Ал бұл уақытта іс сотқа жетті. Бағдарламадан кейін Гүлсезімнің ісі сотта 4 айдан астам уақыт қаралды. Қамқоршысынан қашып, ана құшағын аңсаған қыздың арманы орындалмай қалуы мүмкін еді. Себебі Гүлназ Таспенова заң жүзінде аналық құқықтан айырылған болатын. Ал бұл мәртебені қайтару оңай шаруа емес. Бірақ барлығы сәтті аяқталды. Осылай анасымен дастархан басында бірге отыру Гүлсезім үшін орындалмас армандай көрінген. Енді түсім өңім болды деп қуанады бойжеткен. Мен осы асыл ақиқатқа Дина Төлепбергенге, Абылай ағаға, Бердімұрат ағама, Аида тәтеме өте алғысым шексіз. Ол кісіге Алланың нұры жаусын, бақытты болсын. Ол кісілерге мен тек қана жақсылық тілеймін. Жақсылық тілеген жанның жүзінде нұры күшейіп, жүрегі жарыққа толғандай. Гүлсезімде енді жек көрушілік байқалмайды. Мираш апасын тілге тиек еткенде дауласқанын емес, ризалығын көбірек айтуға тырысады. Мен кешірмегенде оның қасында кім мен кешірем, Алла разы болсын ол кісіге де негізі. Бірақ өкпе ренішім жоқ. Бұрын болды, қазір жоқ, енді бәрі артта қалды ғой. Әділдік іздеп астарлы ақиқаттан ең алғаш көмек сұраған ұстазы Толқын Шайбозова болатын. Бағдарламадан кейін де сот жүріп жатқан 4 ай бойы Гүлсезім оның үйін панылады. Осы аралықта екеуі бір-біріне қатты бауыр басып қалған көрінеді. Шәкіртіне деген сағынышын ол біз арқылы жеткізді. Шыны керек басында бұндай передачаларға сенбейтінмін. Енді бір шоу сияқты ма сондай көрінетін шын. Бірақ мен осыдан кейін көзім жетті. Шынымен адамдар бар екен өстіп, дүние жүзінде өмірде көмектесетін жаңағы енді. Шын көзім жетті. Мен ылғи да айтып жүрем.
жаңағы үлкен көмек көрсеттіңіздер. Үлкен рахмет сіздерге. Осы мезетті тағатсыздана күткен олар ана мен баланың арасы еш уақытта ажырамасын деп тілейді. Осы маусымда ел аузынан түспейтін елеулі оқиғалар көп болды. Соның бірі Марат Омаровтың отбасымен байланысты. Түркістаннан Камшат Таубай есімді бой жеткен хабарласты. Айтуынша, танымал композитордың ұлы Азамат Омаровтан қызды болған. Бірақ жүкті екен білген сүйіктісі үн-түнсіз көзден ғайып болыпты. Телефоны сөндірулі, жазылған хаттарға жауап жоқ. Астарлы ақиқаттан араша сұраған қызға қолымыздан келгенше көмек көрсеттік. Оман уәдені беріп тастап кеткен. Сонда қандай уәде беріп еді? Алматыда, Чимкентте 2 той жасаймыз. Мен сені жақсы көремін деп. Мен уже қанша жазым, мен не істеймін, қайда барамын, сіз жауап берсеңізші маған. Мен оған даже былай айтқан кезімде болды. Мен алдырып тастайын ба, не істейін? Ешқандай жауап берген жоқ. Ана мен бала үйіне кетейін деп жатырмын мен дедім. Оған да жауап берген жоқ. Не больно. Сонымен біздің қолымызда көзайымның сілекей сынамасы бар. Істің анық-қанығына жету үшін Азамат Омаровтың үлгісі керек. Біз қаршадай қыздың өміріне Марат Омаровтың араласатынына сенгіміз келеді. Сараптама 5 күнде дайын болады. Сынама тапсырылғаннан кейін олар көп күттірген жоқ. Омаровтар әулеті тайлы тұяғымен студияға келді. Бірінші болып інісін танымал әнші Зарина Омарова қорғады. Айтуынша, бұл мәселеде кінәлі жалғыз Азамат емес. Мен қазір інімді жақтап жатқырған жоқпын. Екі жақты да дұрыс емес деп ойлаймын. Бірақ бұл жерде қыз кішкене артын ойлау керек. Болашағын ойлау керек. Үйіндегі ата-анасын ойлау керек. Туған туысқандарын ойлау керек. Бәріміз де қыз өсіріп келе жатырмыз. Мен асылға айтпай қояйын. Бірақ енді Құдай сақтасын. Бірақ қыз ең бірінші баспен ойлау керек. Сондай ол екі қабат құптасақ едуге бұлар не жолды деп, мен не қойышыма қарау керек па? Бағдарлама барысында бір қатар тың ақпараттар анықталды. Жастардың танысуына Азаматтың Байдос деген досы себепші болған екен. Ол екі жастың оның жалдамалы пәтерінде жолыққанын мойындады. Бірақ жұлдыздың заңды әйелінің барын айтуға ұялыпты сол сәтте. О баста мен қарындасым ретінде таныстырғам Азаматты оған. Сосын ол екі арада екеумізде ондай ұяламызды бір әңгіме айтуға. Болар іс болып, бала дүниеге келген соң 1 жыл бойы төбе көрсетпеген Азамат нәрестелі болғанын білмедім деп ақталды. Ол олма, төсектес болғанын мойындағанымен бейкүнә сәбидің өзінен екеніне күмәнданды. Мен Байдостың сол туған күннен кейін үйінде мен санадым, жаңа інілері бар, үйде әдік, жаңа қасында өлең. Бір реттен кейін бірден көтеріп қалған ба? Жоқ, мен 3 рет болдым, бірақ 2 рет біз ондай қарым-қатынаста болған жоқпыз. Бірақ рет болды, ең соңғы рет. Астарлы ақиқат, ғашықтар кездесіп жүрген Байдостың бұрынғы жалдамалы пәтерін іздеп тапты. Бұнда емес шығар енді, үй Байдостың. Я, бірақ онда енді емес, енді үй көрпелер әдемі, қазақи. 90 ауыз сөздің түйінін сараптама қорытындысы қояды. Бірі қалмай жиналған Омаровтар әулеті көзайым қыздары болып шықса, тегін беруге дайын екенін айтқан болатын. Биологиялық туыстық ықтималдығы 99. Ал енді ардақты ағайын, сіздер біздің халықтың ортасында осылай өнерімізбен танымал жанияның үлкен бір жақсы жаңалығымен куә болып отырсыздар.
Танымал әулеттің немересі қазір Түркістанда. Камшат Таубай бізбен байланысқа шығып отыр. Камшат, сәлем, қалың қалай? Көзайымның жағдайы қалай? Көзайым жағдай өте жақсы. Тай-тай басып келе жатыр, ақырындап сөйлеп келе жатыр. Бағдарламадан кейін атасы мен апасы хабарласып тұр ма? Иә, әрине, апасы күнде хабарласып тұрады. Қызым қалай, қызым өсіп жатыр ма деп, қызыма барамын жағдай біткеннен кейін деп. Өте жақсы. Енді басты сұрақ, Көзайым Омарова болды ма? Әлі мынау карантин болып қалды, оның үстіне ол кісілерде жаңа үлкен әжеміз қайтыс болып, өмірден өтіп, сондай қайғылы жағдай болып жатыр. Құдай қаласа, келесі айда бәрі неғып атса, келесі айда келеміз деді, сол кезде болмаса. Арты қайырлы болсын. Ал Азаматтың қызына деген көңілі қалай болып жатыр? Я, Азаматпен сөйлесіп тұрам, Азамат жағдайын сұрап тұрады, звондайды, хабарласады, көмек береді. Аман болыңдар. Бізбен байланысқа шыққаныңа көптен көп рахмет. Көзайым әдемі қыз болып өсе берсін. Оныншы жыл астарлы ақиқаттың тарихында алтын әріптермен жазылары сөзсіз. Өткені 2020 жылдың 15 наурызында елде тұңғыш рет коронавирустың кең таралуына байланысты төтенше жағдай жарияланды. Адамдардың шоғырлануына тыйым салынды. Сондықтан телевизиялық бағдарламалардың дені жабылып қалды. Біз карантин ережесіне сай студияға көрермен шақырудан бас тарттық. Ақпараттардың асқан жылдамдықпен ауысып тұрғанына байланысты тікелей эфирге шықтық. Біз әдетте көрерменге көк жәшіктің тек бергі жағын ғана көрсетеміз. Бүгін тұңғыш рет арғы жағындағы қарбалас. Астарлы ақиқатты шаңырақ десек, оның уғы болып жүрген біздің қыз жігіттермен таныс болыңыздар. Біз мынаған қарады, сіздің ар жақта балаларыңыз отыр, е? Күнделікті жұмыс уақытысында адамдар, это репетиция болады, да? Пишем, да? Мына жерде міне авария болған бүгін. Армысыздар, бүгін Астарлы ақиқаттың тұңғыш тікелей эфирде сіздермен бірге Дина Төлепберген. Италия 14. Есть титры? Он перед рекламой пойдет, да? Сейчас чупает. Сіздер үйге қашан барасыздар? Ой, өте жақсы сұрақ. Шын айтқан кезде, ауаның кереметінің енді түсінеді екенсің. 50 секунд. 50 секунд. Жұмысқа білек сыбана кірісейік. Эфирге қауышқанша. Телевизиялық өмір қазаны күнде осылай қайнап жатады. Осы қарбаласта көрерменімізге дұрыс көңіл бөлмей қалатынымыз бар. Сіздің дайректке жолдап, немесе ақ параққа өз қолыңызбен жазып жіберіп жатқан хаттарыңызға жауап бермесек кешірім өтінем, бірақ мұның бәрі біз үшін алтындай қымбат. Келесі сюжетімізді біз жыл бойы кешкі сағат 20:00-де КТК телеарнасын қосып экранға телміретін адал жанкүйерлерімізге арнамақпыз. Оларды тану үшін ақиқатқа алғыс хэштегімен әлеуметтік желіге видео жүктеңіз деп өтініп едік. Толассыз келген алғыс сәлемдемелер бізді таң қалдырды, әрі қатты қуантты. Себебі біз артқан жүкті бізбен бірге арқалап жүрген жанашыр көрермен өте көп екен. Олар Қазақстанда ғана емес, алыс жақын шетелде де. Астарым ақиқаттың ақтаратын КТК арнасына таңдай қақтым. Талай жанның тағдырына араша боп, қалаяқтың талайының бетін аштың. Ақиқаттың алдаспаны болған, шындықтың түбіне шырылдап жететін және ел арасындағы ең өзекті мәселелерді шешетін Астарлы ақиқат бағдарламасы. Халықтың жүрегінен ерекше орын тапқан Астарлы ақиқат бағдарламасының ұжымдастары мен жүргізушісі Дина Төлепберген ханымға көптен көп алғыс білдіремін. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін.
Астарлы ақиқат ұжымына алғысымызды отбасымыздың атынан білдіргіміз келіп отыр. Қаншама тағдырдың тәлкегіне түскен отбасылардың шешімін тауып беріп, шырылдаған балдардың жанайқайын тыңдап, бақытқа баладыңыздар. Және де халыққа бүкпесіз шындықты жеткізе білдіңіздер. Біз сіздерді жақсы көреміз. Бұқара халықтың көзін ашып ақты ақ, қараны қара, кімге және неге алданбау керек екендігін үнемі шынайы фактілермен жұмыс жасайтын және де халықтың наны үшін емес, қамы үшін жұмыс жасап жүрген арқасында сіздер ылғи да назардасыздар. Астарлы ақиқат, сіздерге үлкен рахмет. Мұң құлатып, жалғандықтың асқырын, шындық дейтін шыңырауға тастадың, сүрінгенге сүйеу болып қашанда айшықтадың ақиқаттың астарын. Демеулесі халықтың қалаулысы, таппай кеткен шешімін жоғау кісі. Астарын айтып, астарлы ақиқаттың талай жанның жанына шалау досы. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Оңтүстік Кореядан жалынды сәлем. Ктк арнасында біз астарлы ақиқатты осы Кореядағы қазақтар көріп тұрамыз. Ол жерде енді астарлы ақиқатта көп қазақ еліне деген көп нәрселерді мынау мұқтаж жандарға көп көмегін тигізіп отыр. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Еліміздегі көшбасшы телеарналардың бірі әрі бірегейі. ктк телеарнасындағы Дина Төлепберген жүргізетін астарлы ақиқат біршама өзекті мәселелер көтеріліп, өз шешімін тауып, көмекке зәру жандарға көмек көрсетіліп, халықпен әрдайым бірге екендіктеріңізді көрсетіп келесіздер. Шет елде жүрсек те, YouTube арнасынан әр бағдарламаларыңызды қалт жібермей қарауға тырысып бағамыз. Корея елінен жалынды сәлем. Астарлап айтар ақиқаттарымыз көп болсын. Кәсіпкерлеріңізге өрлеу, шығармашылықтарыңызға сәттілік, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Арнайы Мәскеу қаласынан өз басым астарлы ақиқатты үзбей көремін. Жасай берсін астарлы ақиқат. Астарлы ақиқатқа Америка елінен сәлем. Халқымыздың біршама көзін ашқан астарлы ақиқатқа алғысым шексіз. Әрбір істің ақ-қарасын ашып, астарында не жатқанын анықтап, ақиқатын халқымызға жеткізе білген бағдарламаға көп рахмет. Сәлем, Қазақстан. Менің сүйікті бағдарламам қазақ елі үшін айтар астарлы ақиқаттарыңыз мол болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Сіздермен Америка құрама штаты Филадельфия қаласынан. Саламатсыңар бе, ардақты қазақстандықтар, урматтуу Дина Төлепберген. Астарлы ақиқат бағдарламасының бардық жамаатын байрамыңыздар менен чын жүректен құттықтаймын. Ел үшін қызмат қылып, қызматыңыздар менен барықталып, даңқталып жүреріңіздер. Қырғызстандан сіздерге ысық салам айтып, мен Нұрмат Сабиров. Ассаламу урматтуу қазақ елі, сіздерге Қырғызстандан ыстық салам. Астарлы ақиқат бағдарламасы жана ошондой эле Дина Төлепберген, сіздерді 10 жылдық марекеңіздер менен чын жүректен құттықтайбыз. Ардайым бар болуңуздар, ардайым елге, халыққа қызмат қылып жүрө бериңиздер. Сіздерді урматтап, чын жүрөгүмдөн құттықтап, Қырғызстандын әншісі Данияр Ерматов. Ақ тілегін арнап жатқан сіздерге алғысымыз шексіз. Жалпы көрерменнің алғысын есту үлкен бақыт біз үшін. Рахмет сіздерге. Бағдарламаның басында атап өткенімдей, астарлы ақиқатқа биыл 10 жыл. Һәм менің де оның тізгінін ұстап жүргеніме 10 жыл болыпты. Уақыт зымырап өтер ағым деп бекер айтылмаса керек. Мен үшін бәрі кеше ғана басталғандай. Бұл осыдан 20 жыл бұрын Шымкент телеарнасынан көрсетілген бағдарлама. Мультиктердің кадрларымен қиылып отырған сүйкімді қыз Дина Төлепберген. Жолдастар және жора емес жолдастар, қыздар, балдар, апалар. Және теледидарды тесіп жүрейін деп телміріп отырған келтектер мен ақбантикті арулар. Эфирде сіздер мен біздерге арналған балалардың хабары Ақ желкен. Ақ желкен балаларға арналған бағдарлама еді. Дина да 10-шы сыныптың оқушысы. Сабақтарынан соң сюжет түсіріп есейді. Сөйтіп, студенттік шағында жастардың жайын қаузады. Сәлем, Отырар телеарнасында жас толқын жастар жаңалықтары. Жас толқынды Шымкенттік жастар сүйіп көретін.
Сондықтан болар бағдарлама әлі күнге дейін эфирде. Ал оның авторы жаңа белесті бағындыруға бел буды. Диплом қолына тиген бойда бас қалаға қоныс аударды. Қазақстан Республикасы президентінің журналистік полының ортасынан бірақ шықты. Жер жаһаннан жаңалық жеткізді. Сән салтанат асқақтаған Букингем сарайында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Елизавета II ханшайыммен тұңғыш рет 1991 жылы қауышқан болатын. Үндістандағы бүгінгі шеру көлемі мен көркемдігі жағынан Бразилияда өтіп жататын карнавалдарды ақтаңдыра. Атақты Рейхстаг бүгінде мүлдем басқаша. 1989 жылы ғимарат күрделі жөндеуден өткен. Оның осылай саяси элитамен әлем аралап паркетті журналистикада жүре беруіне болар еді. Бірақ Дина басқа жол таңдады. КТК-да жаңа бағдарлама, қайшыкес көзқарас, түйткілді тіршілік, айшықты аптам. Астарын ақтарамыз. Жаңалықтар, астарлы ақиқат, бұқпасыз, боямасыз болмыз. Астарлы ақиқатты Дина Төлепбергенсіз елестету қиын. Осыдан 10 жыл бұрын ашылған бағдарлама бүгінде ток-шоу болып түрленді. Студиясы кеңейді, эфир жиелігі артты. Мұндай ақпарат ешбір жерде айтылмаған еді. Қалың көрерменнің пікірінше, Динаның кейіпкерлермен сөйлесу мәнері ерекше. Ешкімге ұқсамайтын дикциясы бар. Бір уақытта 100-ге жуық адамды бір арнаға бұрып басқара алады. Ол сүрінгенге демеу, жылағанға жұбаныш, тағдырдан түңілгенге жылт еткен болсын күннің шуағын сыйлауға тырысады. Осымен бітті ме, бітпеді ме белгісіз. Бірақ мына орында кім тұрмасын, болмыс, бұқпасыз, боямасыз баяндалсын. Мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.